Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 45-ші сабақ. Алатау. Өлкемдегі таулардың Алатау шын атасы, төрі бақша баулардың етегі мен жотасы. Өлкемдегі таулардың ең үлкені ол Алатау тауы. Ол таудың етегі мен жотасы және төрінде бау бақшалары көп. Қысы жазы басында мәңгі қары жатады, дәл аяқтың астында гүлі шешек атады. Алатау тауының басында қысы жазы қар жатады, ал дәл аяқтың астында гүлдер гүлдеп жатады. Тау әніне құштарың, тұра қал да құлақ сал, сайрайды кеп құстар мың, сылдырлайды бұлақтар. Егер тау әнін жақсы көрсең, онда тұра қал да құлақ салып тұр. Құстар сайрайды және бұлақтар сылдырлап ағады. Сол кезде табиғаттың әніне куә боласың. Алмасы апорт атағы мәлім бүкіл әлемге, рекордтардың отауы медеу аян бар елге. Көп қарайсың еріксіз, Алатау тау атасы, онсыз болар көріксіз Қазақстан картасы. Апорт алмасы ол бүкіл әлемге әйгілі болған. Ал медеу мұз айдыны рекордтардың отауы, ол да бүкіл елге белгілі. Алатауға еріксіз көп қарайсың, себебі ол өте әсем, өте биік. Ал Қазақстан картасы Алатау тауымен өте көрікті болады. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.